Мен қарсымын. Неге дейсіз ғой? Неге десеңіз, ол бөтен ананың құрсағында жатқан бала, әкесі өзінікі болса да, мысал үшін, әкесі өзінікі болса да, шешесін қабылдамауы мүмкін ертең. Потому что ол басқа жатырдан шыққан бала. Біріншіден. Екіншіден, ол ертең бала өскенде ата-анасының, анасы мен әкесінің ортасында кикілжің болуы мүмкін. Басқа анадан туып тұр ғой. Ертең ол ана бала өскеннен кейін ол менің бала мен таптым деп ана суррогат анасы іздеп келіп тартып алуы мүмкін. Одан енді ол бір жағынан қарсылық сол. Бір жағынан керегі бала көтере алмай қыздарымыз өте көп. Соларға бір жағынан көмек болып жатыр ол. Енді байлардың істеп отырғандары ғой бұлар, қарап отырсаңыз. Кімде ақша бар, сол төлейді ғой, әйтпесе жай адамдарға қайдан келеді ол. Эко жасатты, қазір туып жатыр, Алланың өз беріп жатқаны да бар. Енді өз басым мен қарсымын. Кейбір адамдар болады ғой, несі жоқтар, бала асыра алмайтындар. И солар үшін мүмкін суррогат ана өте күшті мүмкіндік ана болуға, бала асыруға. Сол үшін ол жаман емес, ол күшті, менің ойымша. Дұрыс емес ол. Бір түрлі ғой, по идее. Менің ойымша керек, себебі кейбір отбасы өз балалы бола алмайды, бірақ өзінің баласы болғанын қалайды ғой. Сондықтан болады деп есептеймін. Мұның бір жаман деп ойламаймын. Шында да ақшасы жетсе, тоже жасай беріңдер. Суррогат ана деген бізде қазақтарда некеде болмаған ғой, в принципе, осы уақытқа дейін. Бірақ бәріміз естиміз ғой. Мысалы, жеңгесі бір үйде, мысалы, екі ағайынды болып, келіні босанбаса, үлкен ағасының келіншегі босанып, бір баласын беріп атады. Оны өз басым құптаймын. Ал бұлай ақшаға баланы сату деген мен үшін бір қазақ қоғамы үшін бір таңсық дүние болу керек. Біздің енді дінге ол қарама қайшы зат қой. Мен қарсымын ондайға негізі. Өйткені ол өзінің баласында бәрібір болмайды. Жаңағы суррогатный болмайды, может ойланып қалады. Ақшасын аларын алып алады да. Конечно, жағдай жоқ адамдар өте көп. Ақша үшін бару мүмкін. Ақша үшін ғана. Ертеңгі сол баласы болмай қалса өмір бақи өкініп өтеді ғой. Ана бармағын істеп өтеді демекші. Құдай сақтасын, ондайға мен қарсымын, шыны керек. Енді ақшасы керек болып қиналып, сондай жағдайда ғана бармаса, уже өлдім, тамағым жоқ, киетін киімім жоқ деген кезде. Я считаю, что это, в принципе, неплохо и нехорошо. Если есть просто, почему людям бы этого не делать? Тем более, это способ кому-то заработать, а кому-то заработать ребенка. Абсолютно нейтрально, потому что, это действительно хороший способ кому-то заработать, у кого достаточно здоровья и есть возможность. И если их так психологически как-то им это не сложно, то почему нет? Мне кажется, суррогатное материнство вообще нужно, его нужно развивать, но оно как бы не должно быть повсеместно доступным. В принципе, да, почему бы нет? Потому что, множество людей, кто-то не может иметь детей, проблемы со здоровьем, со стороны женщин, со стороны мужчин, и это очень... Я считаю, такая возможность ощутить материнство родителям. Я считаю, что это очень хорошее. Қарсымын. Керек емес. Потому что әр әйелдің өзінің ол болашақ ангел дейді ғой. Өзінің құрсағы ғой. Басқа біреуге берген ол красиво да. Дұрыс емес деп ойлаймын. Енді біз өзіміздің менталитетімізге, дінімізге, қазақилығымызға салсақ, ол керек емес деп есептеймін да мен, жеке басым. Енді ол Алланың қалауымен болатын шаруа деп айтады ғой негізінде. Енді қазір енді мынандай цивилизованный заманда әркімнің действительно бала сүюге құқығы бар мүмкіндікті пайдаланады да. Мейлі, әрине ақшасы қаражаты барлар пайдаланады оны. Қаражаты жоқ адамдар тіпті әлгі экоға да бара алмайды. Сондықтан екі жағы бар. Енді бірақ енді бала сүйгісі келіп тұрған анаға жоқ, саған болмайды, бала сүйме деп те айта алмайсың. Жалпы енді біздің дінімізге, менталитетімізге ол келмейді деп ойлаймын. Өйткені қазақта сөз бар ғой, баланың жақсы болу, жаман болу жатырдан деген әңгіме бар ғой. Ол енді физиологически дәлелденген шығар. Өйткені ананың жатырында жатқан бала 9 ай жатады. Бүкіл ананың бойындағы қанмен барлығымен көріктенеді.
сол сондықтан ол бөтен жатырда өсіп өнген бала басқа адамға жаңағы негізгі биологический дейсің бе ата анасына ұқсауы екіталай деп ойлаймын.